жоқ. Давайте химшак марафонның екінші сабағы бүгін бізде барлығымызда. Чатта сұрақтарыңды сабақтың соңында қоясыңдар. Қазір тек қана назарларың менде болсын. Кеше сабақта болмағандарға мен өзім таныстырып кетейін, я. Менің есімім Аида Сәрсенбайқызы. Сабақ беру тәжірибем 7 жыл бойы сабақ бердім. Яғни 2012-де Қазақ агротехникалық университетінде Астанада 4 жыл бойы білім алдым. Одан кейін магистратурада 2 жыл оқыдым, тоже сол университетте. Одан кейін мен тура сол студент кезден бастап образовательный центрда кешкі ставкада жұмыс істедім. Тоже сендер сияқты оқушылар маған дайындыққа келіп жүретін. Осы 2013-тен 2016-дан бері жұмыс жасап келем. 2016-2019 уже жеке репетиторлық қызметпен атқара бастадым. Одан кейін қазіргі таңда Ақтау қаласында колледжде сабақ беремін. Мен туралы қысқаша ақпарат осы. Сұрақтарым болса жекеге шығып сұрасаңдар болады. Енді біз сабағымызға көшейік. Енді қараңдар, менде көбіне қазір ОБТ бағытындағы, ОБТ тестіндеріндегі есептің ең көп кездесетіні жалпы пропорция. Көбісі шатасып жатады, химияны басынан үйренгеннен, химиялық есептер ешқашан бейорганикалық және органикалық бөлінбейді. Олар ең көп кездесетіні осы 5 түрі. Бір ғана пропорция арқылы біз заттың массасын білеміз, мына бірінші тұрған, заттың мөлшерін таба аламыз, заттың көлемін таба аламыз және заттың жылу мөлшерін таба аламыз. Пропорция арқылы. Көбіне химияда в основном пропорцияны білсем болады, уже барлық есепті оңай шығарып кетуге болады. Одан кейін екінші мен кешегі өткен кинетика есебінің бір түрі ол химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар Ле-Шателе принципі бойынша қалай тепе-теңдікті ығыстыруға болады, оң бағытқа және сол бағытқа, сол жайлы өттік біз кеше. Енді одан кейін бізде үшінші бағыт ол реакцияға түсетін екі заттың, яғни екі компоненттің реагенттерінің екеуінің де мәні берілген кезде есеп. Яғни бірінші, мысалы, калий хлоридмен мысалы натрий нитраты әрекет ететін болса, онда ол калий хлориддің зат массасы немесе мөлшері немесе көлемі жылу мөлшерін берілуі мүмкін. Одан кейінгі реакция өнімінің мысалы массасын тап дегенде. Одан кейін бізде қоспа мен ерітінді есептері бар. Көбіне допустим 20% 200 грамм натрий нитратының мысалы ерітіндісінен алынған 30% мысалы 200 грамм натрий нитраты келесі затпен әрекеттесті деп осылай келуі мүмкін. Одан кейін бізде шығым есептері, мысалы шығымы 80% болатын кальций гидроксидінің немесе кальций карбонатын деп солай есептер келеді. Яғни бүгін біз қарастырамыз тек пропорция бойынша есептер шығарылады. Пропорцияны жақсы білсек, біз уже барлығын меңгеруге болады. Давайте бірінші зат массасын табу, зат мөлшері деп, екіншісі бізде моль. Мына жерде кішкене качество жақсы көрінбеген. Давайте жазып алыңдар, мен сөзбен айтайын. 2-8 мен қазіргі ОБТ-ның базасының ішінде оқушылардың тестте суретке түсіріп алған тест нұсқаларындағы есептерді қарастырдым. 2-8 сөндірілмеген әктен алынатын сөндірілген әк массасы деп тұр, бірінші есеп. Бізде енді есептің шарты бойынша біз сөндірілмеген әк, давайте берілген жазып алыңдар.
2,8 грамм сөндірілмеген әктен алынатын сөндірілген әк массасы, я. Осы жерге де жаза беруге болады, бірақ давайте осы жерге жаза берейін. Сөндірілмеген әк бізде кальций оксиді, я. Оған қосамыз біз несін сөндірілген әк алу үшін оған су қосамыз. Сонда бізде кальций гидроксиді түсіреді. Мынау бізде сөндірілмеген дейін. Мынау бізде сөндірілген. Яғни 2,8 грамм массасы бізде сонда кальций гидроксидінің массасы, я. Давайте келесі бетке жазайын. Кальций О плюс H2O бізде кальций гидроксидін береді, я. Мынаны түсіндік сөндірілім. Мынаның массасы бізде 2,8 грамм, я. Бізде табу керек сөндірілген әктің массасын, я. Сонда біз мынаның әмін қарастырамыз, я. Бұның массасы бізде нешеге тең? 40 плюс 16 болады, 56 граммға тең, я. Егер есептің берілгенде граммен беріп тұрады, я, оның астынан міндетті түрде оның граммын есептейміз. Мынау бізде сонда 56-ға тең. Ары қарай кальций гидроксидінің массасын табамыз. Масса кальций гидроксиді ол бізде 40 плюс 16-ға 1-ді қосамыз, и оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 34 болады, 74 болып тұр. Сонда біз мына жерге 74-ті қоямыз. Біз пропорция әдісі бойынша табу үшін бізде x тең болады 2,8 грамм көбейтеміз 74-ге, бөлеміз 56-ға, я. Біз бұл жерде калькулятормен есептесек болады, немесе бір-бірімен қысқарту арқылы есептесек болады, я. 2,8, 28 2-ге көйтсек 56 ғой обычно. 28 мен мысалы 56-ны қысқарту болады. Сонда бізде бұл мына жерде шығады 3,4 граммда. 3,4 грамм. Түсінікті ғой, да, пропорция бойынша мен қазір шығарған есеп. Давайте чатта плюс немесе реакция қалдырып кетіңдер. Түсінікті болса. Түсінікті. 3,28 1 2 жоқ 3,8 2,8 1 3,7, я. 3,4 емес 3,7. грамм. Енді жазып алыңдар. Немесе скриншот жасап алсаңдар да болады. Енді бізде мына есеп бар еді, 90 грамм этаннан алынатын этиленнің массасы деп, я. Мына жерде бізде бірінші есеп биорганика болды, екіншісі органика болды. Оған байланысты емес, мысалы біз мынаны біз пропорция арқылы таба аламыз, я. Бізде этанның массасы, этанның белгіленуі С2H6. Этан бізде қаныққан көмірсутек алкандар қатарына жатады. Этаннан этилен алу үшін біз оны не істейміз? Дегидрлейміз. Дегидрлеу деген сутек бөлу деген сөз. Сонда бізде дегидрлесек, этаннан бізде этилен. Бүгінгі сабақта жаңа этилен алынады. Қаныққан көмірсутектен қанықпаған көмірсутек алынып тұрды мына жерде. Енді келесі бетке көшейін мен, өздеріңіз алсаңдар, мына жерге жазайын, я. Мынау бізде бірінші есеп болды. Енді мына С2H6, С2H4 плюс H2. Дегидрлеу деген ол сутекті бөлу, я. Мына жерде бізде массасы 90 грамм еді, біз табу керекпіз. Менің массасын этен
массасы, иә, қанықпаған көмірсутектің массасы табылды. Енді мына жерде біз С2H6-ның массасын таба аламыз, иә, яғни этанның массасын табу үшін біз 12-ні 2-ге көбейтеміз, соны 6 қосамыз, иә. Сонда бұл жерде 24, мынау бізде 30-ға тең болады, иә. Дұрыс қой? 30 грамм. Енді С2H4-тің массасын тоже табамыз. С2H4-тің массасын 12-ні 2-ге көбейтіп, оған 4-ті қосқанға тең. Сонда бізде 24, 24-ге 4-ті қоссақ, бізде 28 болады. Естеріңізге сала кетейін, біз кеше сабақта мен сендерге чек-лист бердім. Чек-листте тура осы органикалық қосылыстар және бейорганикалық қосылыстардың массалары алдын ала есептелінген кесте, дайын кесте түрінде берілді. Сол кестеде уже біз мыналардың барлығын есептеп жатпаймыз, себебі тестте өте көп уақыт алады, мыналардың бәрін есептеп жатқан. Еще оны шығару керексің. Сондықтан сразу кестеден қарап, обычно бізде Менделеев кестесін кіргізеді, соның артына табличка түрінде, прям кесте түрінде не істеп жасатып алсаңдар да болады, немесе қағазбен жабыстырып алсаңдар да болады. Ол сендерге кішкене болсын көмек береді. Себебі уақытты көп кетірмейсің. Сонда мына жерде біз есептейміз 28 деп. Енді пропорция бойынша 90-ды біз көбейтеміз 28-ге. Бөлеміз 30-ға. 30 мен 90-ды қысқартамыз. Сонда бізде бұл нешеге тең болады? 84-ге. Түсінікті ма есеп? Мынау бізде этан, этеннен алыну жолы, мен сендерге таблица қазір кіргізбейді, компьютерде болады. Компьютерде болғандықтан ол жерде сендерге рұқсат беру мүмкін, потому что тоже это спорный вопрос. Егер көбіне постоянно есеп шығарып жүрсеңдер, уже мыналардың массаларын автоматически жаттап аласыңдар. Мен сендерге қазір түсінікті болу үшін каждый жеке-жеке есептеп көрсетіп жатырмын, себебі 56 грамм қайда шықты деу мүмкін, мысалы 30 қайдан шықты деу мүмкін, 28 қайдан шықты деу мүмкін. Сондықтан жеке-жеке есептеп көрсетіп жатыр. Мынау бізде бүгінгі мына екі есеп бізде массаға берілген есеп еді, масса, яғни грамм табу, Давайте келесі есепке көшек. Енді бізде келесі зат мөлшерін табу, Зат мөлшерінде бізде екі есеп берілген, 13 грамм мырыштың тұтқыш қолмен әрекеттескенде бөлінген сутек мөлшері. 13 грамм бізде енді мырыштың массасын қарастырайық, Давайте реакциясын жазайық. Мырыш плюс H колор. Бізде бұл кезде орын басу реакциясы жүреді, Сутектің орнын мырыш басады да, сутек бізде газ күйінде бөлініп шығады. Бұл да біз қазір бүгін тек пропорцияға, сондықтан бізде есептің шарты бойынша мырыштың массасы 13 грамм еді, Енді бізде табу керек сутектің мөлшерін. Сразу біз есепті шатасып кетпеу үшін нені табу керек? Сразу жазып аламыз, қасына не табу керек? Моль ма, қасына моль деп. Ары қарай. Енді мырыштың массасын білеміз, бізде ол қаншаға тең? 65-ге тең, Енді біз табамыз сутектің зат мөлшері. Мына жерде бірінші біз кешімде реакцияны теңестіріп алған жоқ, соның алдында бізде 2 қойылады. Мына жерде бізде болады 1 моль, Сонда 13-ті көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 65-ге, Мынау 1, мынау 0, бізде 5-ге тең, Может, 5-ге бөлсек 65-ге тең ғой. Сонда 1-де 5-ге бөлеміз 0,2 моль, Түсінікті болды ма?
плюс қойып кетіңдер, егер түсінікті болып жатса. Зат мөлшерін біз қазір бірінші есебін шығардық. Көріп жатырмын. Кері байланыстарды. Чатты да алып тастайын, потому что қазір есеп шығарып көрейін. Енді мына жерде бізде көрініп тұрса, сендерге 320 грамм мысты концентрлік күкірт қышқылында еріткенде түзілген мыс сульфатының зат мөлшерін табу керек болып тұр, иә? 320 грамм мысты біз концентрлік күкірт қышқылына қосамыз, иә? Ол кезде бізде мыс пен концентрлік күкірт қышқыл әрекеттескенде, концентрлі дерс қойын. Бізде мыстың сульфаты түсіледі, плюс жалпы естерінде болсын, бізде концентрлі күкірт қышқылмен осы сутектен кейінгі элементтер, мысалы күміс, сол сияқты элементтер сутектен кейін бекеттік кестесінде, сутектен кейінгі орналасқан элементтер осы концентрлі күкірт қышқылмен әрекеттеседі. Мыс сульфат түсіледі және SO2 плюс H2O. Түсіледі. Мына жерде біздің массасы 320 грамм. Біз табу керек біз түсілген мыс сульфатының зат мөлшеріне. X мол дейміз. Мыстықын білеміз бізде ол қаншаға тең? Массасы 64-ке тең. Мына жерде біз теңестіреміз. Теңестірді. Сульфат пен S-тің мыс сульфаты мен SO2 және су түсілді ғой. Сондықтан олардың алдындағы коэффициенттер мына жерде бізде күкірттің несі 2, саны 2 болып тұр. Мына жерде мыс таке сол күйінде қалып тұр, сутек тоже солай қалып тұр. Тек бұл жерде оттектің несі санында кішкене айырмашылық бар. Сондықтан біз мыс сульфатының алдына 2 қоямыз, сонда бізде 2, 4 болды. Мына жерде сутектің санында 2 қоямыз. Сондықтан міне мына жерде сутектің саны 8, мына жерде 4, 6, 8 болып теңесіп тұр. Енді біз мына жерде мыс сульфатының молі ешқандай алдында коэффициенті жоқ, сондықтан оны 1 моль деп жазамыз. Енді есептейміз пропорция бойынша 320-ны 1-ге көбейтіп, 64-ге бөлетін болсақ, онда ол бізде 324-ті 64-ге бөлсек, бізде 5, екеуін қысқартқанда. Онда жауап болады 5 моль. Түсінікті болды ма? Түсінікті дейді. Давайте скриншотты алыңдар, немесе өздеріңе сақтап алыңдар. Енді зат мөлшерінде міне осы бізде 2 есепте біз зат мөлшерін қарастырдық. Зат мөлшері бізде ол мольге тең. Яғни моль таптық. Пропорция бойынша біз заттың мөлшерін таптық. Келесі енді бізде табамыз заттың көлемін. Мұнда 6,4 есептің шарты бойынша мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде күкіртті газдың көлемін табу керекпіз.
бұл жерде. Енді манағыдай бізде есептеп болғандай мысты қосамыз концентрлі күкірт қышқылмен, иә. Бізде концентрлі күкірт қышқылында болады мыс сульфаты түсіледі, SO2, иә. Бізде күкіртті газ және оның газ бұл. Және су түсіледі, иә. Бұл жерде мана теңестіргенімізде сутектің алдымен H2 ацетаттың алдымен қоямыз. Бұл жерде берілген бойынша 6,4 грамм мыс болатын. Енді біз табу керек күкіртті газдың көлемін табу керек, X литр. Төрт, 6, 8. Бізде теңесіп тұр. Енді біз мыстың массасын білеміз. 6,4 граммның астына естерінде болсын, үнемі грамм жазылады, аны литрдің астына. Бізде бұл ешқандай алдында коэффициент болмағандықтан бізде бір көлем, бір моль бізде 22,4 литрге тең, қалыпты жағдайда. Бізде мына жерде қж деп жақшаның ішіне қалыпты жағдайда көрсетілген. Сондықтан біз бұл жерде 22,4 граммды аламыз. 22,4-ке көбейтеміз пропорция бойынша. 6,4-ті 22,4-ке көбейтіп, бөлеміз 64-ке. Мұна 1 болады, мұна сонда 10 болады. Сонда есептің жауабы 2,124 литр болады. Түсінікті ма? Мен не варианты болады деп айтып отырсыңдар, молодец. Жайна мен бірге шығарып отырған оқушылар өте жақсы. Мен тек жауаптарын ғана көрсетіп, ал бірақ уже өздерің тауып аласыңдар деп белгілеме кетіп бара жатырмын. Не болады? Давайте енді келесі пропан жану үшін қажет оттегінің көлемі дегенді өзім шығарып көрсек қалай. Маған чатта жауаптарын айтасыңдар. Пропанның формуласын мен жазып қояйын да. Давайте келесі. Мен чатта көріп отырам. Өздерің маған шығарып отырасыңдар. Реакциясын жазайын, мына жерде С3H8-ге қосамыз оттегі. CO2 кез келген органика қосылыс жанған кезде, онда ол бізде CO2 мен көмірқышқыл газымен суға атырайды. Екі 24 литр дейді. Қалғандарын жауабын көрек. Мына жерде қалғандарын шығарып отырыңдар. Жайна А жауабы болады дейді. Қалғандарын шығарып көрек. Есептің берілгені көрініп тұрса. 2 моль пропан жану үшін қажет оттегінің көлемі. Бұл жерде пропанның зат мөлшері берілген, бізге табу керек оған қажетті оттегінің көлемі. Д болады дейді. Дұрыс. Қазір дұрыс еместігін шығарып көрген кезде уже мен сендерге көрсетемін. Пока қазір бізде Жайна мен Бердібек жауап берді.
Не көріп отырмын, жауаптарыңды жібере беріңдер. А екен ғой дейді. Теңестірдік барлығымыз, иә? Давайте қазір мен тағы жауаптарды жібере беріңдер. А варианты болады дейді Әсел. А болады дейді Мадина. Давайте енді А болатын мен қазір сендерге жазып көрсетейін, иә? Себебі қалғандар қалай ашқан түсінуі мүмкін. Мына жерде теңестірген кезде біз мына жерде CO2-ның алдына 3 қоямыз, иә? Сол кезде бізде сутектің алдына 4 қойсақ, бізде 8, 6, 10 болып, мына алдына 5 қоямыз. Сонда қазір мен жөндеп жазайын. C3H8 плюс 5O2 болады 3CO2 плюс 4H2 болады. Все болды. Енді мына жерде қарасақ, C3H8 бізде болады 2 моль, есептің шарты бойынша 2 моль. Біз табу керегіміз қажетті оттегінің көлемі, біз X литр табамыз, де. Бізде мынау 1 моль болады, себебі мольдің астына моль жазылады. Бізде есептің шарты бойынша алдында ешқандай коэффициенті жоқ, сондықтан мұны 1 моль деп жазамыз. Ары қарай оттек бізде қалыпты жағдайда бір көлем бізде алады 22,14, иә? Сәйкесінше 5 көлем бізде сонда тең болады. Қаншаға тең болады 5 көлем? 22,14-ті 5-ке көйтеміз. Сонда болады 112 литр болады. 22,14-ті 5-ке көйтсең, 112. Сонда біз есептің шарты бойынша 112-ні 2-ке көбейтеміз. 1-ге бөлгенде 224 литр шығады, иә? Сонда бізде бұл А жауабы, иә? Түсінікті ғой, да? Айжан неге болады дейді, иә? Айжан Алия А болады. Мен 5 көбейтіп болды деп отырмын ғой дейді. Иә. Давайте, вот, қате жауап бергендер, иә? Ешқандай мені дұрыс вариантын көріп алыңдар, ешқандай ұялудың қажет жоқ, наоборот, есеп шығарған сайын біз уже ақырындап уже опыт жинай береміз, да? Қалай есеп шығару керек. Бізде 5. Енді келесі ең соңында бізде зат көлемнен кейін енді жылу эффектісі жайлы, да, есеп. Бізде давайте мына жерінен скриншоттап алыңдар, өздеріңе сақтап алыңдар, мен келесі есепке көшемін. Запись жасалып жатыр пока. Енді есепте келесі бізде жылу эффектісін табу есептері. Біз мына жерде айтып тұр, да, массасы есептің шарты бойынша магнийді оттекке жаққанда 30,1 килоджоуль жылу бөлінеді. Реакцияның жылу эффектісін тап дейді. Давайте реакцияны жазып бастайық. Бізде магний, да? Магний қосылу керек оттекпен, да? Магний жанғанда деген, немесе магний жанғанда деп келу мүмкін.
Сол кезде бізде магний кез келген элемент оттекпен қосылғанда оның оксиді түседі, иә. Алдына 2 қоямыз, магнийдің алдына 2 қоямыз. Реакция теңесті. Есептің шарты бойынша 1,2 грамм бізде магний берілген. Сол кезде бізде 30,1 килоджоуль жыл бөлінді деп тұр, иә. Біз есептің шарты бойынша 30,1 килоджоуль энергия болса, сразу 30,1 килоджоуль деп жазамыз. Енді біз реакцияны бойынша реакцияны жылу эффектісін табу керек. Есептің шарты бойынша. Біз магнийдің массасы, 2-ні 24-ке көбейтеміз, сонда бізде ол болады 48, да? Жазамыз 48 деп. Мына бізде X килоджоуль болады. Сонда ары қарай есептенеді. Сол кезде уже жауабы шығады. Ары қарай есептеп, маған чатқа жазып жіберіңдер. Мен жауаптарымды көріп отырамын. Мен көрініп жатырмын бар. 20-да 4 дейді. Сосын 1204 дейді жауабы. Енді мына жерде былай жасаймыз, иә, есепті. 1,2-ні көбейтеміз, да? Ой, кешіріңдер. 1,2-ні емес. 48-ді көбейтеміз, 30,1-ге бөлеміз 1,2, иә. 48-бен 30,1-ге көбейткен кезде, 1,2-ге бөлген кезде бізде шығады 1204. Түсінікті болды ғой, да? Енді келесте 18-ші есепте реакцияның, мына жерде бізде, давайте белгілеп қояйық, С варианты болады. Реакцияның жылу эффектісі 880 килоджоуль болса, 160 грамм метан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері дейді. Керісінше бізде енді метанды жандыру керек. Давайте мына жерде сразу мына жаққа жазайын. CH4 метан жандырған кезде біз CO2 плюс H түсіледі. Метанның жануы бізде ол реакцияны теңестірген кезде кез келген көмірсутектер, органикалық қосылыстар, олар оттекпен қосылғанда көмірқышқыл газіне су бөлінеді. Мына жерде 2 болады, CO2 4 болып тұр. Мына жерде 2, оттектің алдына 2 қоямыз. Сонда теңесті, да, реакция. Бізде есептің шарты бойынша 880 килоджоуль болса деп тұр, иә. Егер реакцияның жылу эффектісін тап десе, онда біз осылай, иә. Себебі сразу бізде магнийдің оттекте жанған кезде сразу бізде энергиясын беріп қояды, иә. Сонда біз жазаламыз сразу 1,2 грамм 30,1 килоджоуль деп, иә. Ал егер бізде реакцияның жылу эффектісі 880 килоджоуль болса деп тұрса, онда біз не істейміз? Қазір реакцияның жылу эффектісі болатын болса, біз 160 грамм метанда бізде X дейміз. Түсінікті ғой? Одан кейін метанның өмірін білеміз біз, де CH4 12 плюс 4 ол 16-ға тең. Самс 16 грамм келсе, бізде 880 килоджоуль.
X қанша болды? Енді давайте есептеңдер и жауаптарыңды неге жазып жіберіңдер жауабына. Мне кажется, уже түсінікті деп ойлаймын. Былай, обычно ешқандай калькуляторсыз бір бөлмені қысқартып есептей салуға болады. Тебе бір 10 намбар қысқартамыз, 10 болады, сонда 8800 болады да. Нүкте айырмашылығы, мына жерде сендер көрсетейін, жылу эффектісі берілгенде сразу бізде жылу эффектісін жазамыз, яғни 1,2 граммды біз 30,1 килоджоуль дейміз да, пропорцияны құрған кезде. Ал бізде бөлінетін жылу мөлшерін тап дейтін болатын болса, реакцияның жылу эффектісі ол жерде уже сразу килоджоульмен көрініп тұрады. Мына жерде алдында элементтің аты және оның массасы тұрады. Біз ешқашан былай шатастырмау керекпіз да. Мысалы 160 грамм метанда ол 880 дейді. А бізде есептің шарты бойынша 160 грамм метан жағған кезде наоборот оның жылу мөлшерін сұрап тұр. Түсінікті ғой? Енді осымен бізде бітті, басында мен көрсеткен бойынша мен заттың массасын, мөлшерін, көлемін және жылу мөлшерін осы бір пропорция арқылы табуды үйреттім. Сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта сендер маған жазып жіберіңдер, қандай тақырып сендерге қиын, сол бойынша мен сендерге түсіндіріп өтетін боламын. Көп оқушылар менен органиканы сұрап жатыр, тек қана органиканы үйренсем бола ма деп. Органиканы үйренуге болады. Ол үшін жазып жіберулерің керек, индивидуальный немесе группамен қатысам деп. Егер сендерге видеосабақ бойынша есеп шығарылып, одан кейін, мысалы, видеосабақтан қарай аласыңдар да, сосын ары қарай чатта талқылайтын болсақ, ол бізде общий группаға кіреді. Общий группаға бізде жаңа ағым сендерге ертең хабарлайтын боламын, қай уақытта басталатын. Жаңа ағымға мен шектеулі адам қабылдаймын, себебі бұл білесіздер, ОБТ деген өте маңызды. Сондықтан прям жинаған оқушыларда маған результат шығару керек. Сол результат арқылы уже олар балалардың қалай игергені көріне бастайды. Енді сендердің сұрақтарына жауап берейін. Мұнда шығым қоспа ерітінділерін мен ертең сендерге үйрететін боламын. Маған да чек-лист керек те, чек-листті маған Инстаграмнан дайректке жазып жібересіңдер, мен ссылкасын жіберемін, содан Google дисктен скачать етсеңдер болады. Немесе чек-листті кеше ғана чатқа жібердім ғой, сол чаттан ала аласыздар. Ол жерде биорганикалық және органикалық қосылыстардың массасы берілген таблица түрінде. Сообщениені жоғары жағын листать етіп ашыңдар, сол жерде жоғары жақта көрініп тұр. Осы в основном ОБТ-да есептердің көбісі, осы 5 түрде келеді. Мен айтқан басында бір пропорция арқылы зат мөлшерін, массасын, көлемін, жылу мөлшерін, кез келген есеп болатын болса, орнына қойып, массаларын табу арқылы пропорцияны шығара аласың. Келесі екінші реакцияға дейінгі екі компоненттердің екеуінде массасы берілген кездегі есеп. Мысалы, натрий гидроксиді плюс азот қышқылы, натрий нитрат түсіледі ғой, соны есептеу арқылы табасыңдар. Үшіншісі ол шығым есептері, қоспа мен ерітінді екеуі бірге жүреді. Одан кейін ең соңында кинетика есептері. Ванков ережесі, реакция жылдамдығы неше есе арттыруға болады, қанша есе артады, немесе оның температуралық коэффициенті, сол арқылы кешегі өткен химиялық кинетика есептер, соны көре аласыңдар. Есептің көбісі органик. Бізде
органика үйренейік дейді. Кейбіреулерге органика қиын, кейбіреулерге бейорганика қиын. Қазір тем более 21 мен 25 сұрақта жағдаяттық тапсырмалар келіп тұр. Жағдаяттық тапсырмаларда сендер текстті оқисыңдар, вот ішіндегі текст бойынша сұрақтар келеді, соған жауап бересіңдер. Вот сендерге бүгінгі берілетін ақпараттар осы еді. Сабақ ұнап жатса, сендер реакция қалдырыңдар, немесе инстаграмда өздерінің стористерінде мені белгілеп, сабақтың қандай болғанын, қалай өткенін отзыв қалдырсаңдар, мен қуанып қаламын. Сабақ түсінікті болды ғой, да? Чек-лист барлығына жауап бердім деп ойлаймын. Шығынмен қоспай ерітін есептерді ертең үйренеміз. Есеп ертең менімен бірге болыңдар. Стористерінде мені белгілеп шынайы отзыв жасаған адамдарға менің өзімнің жеке сендерге берілетін формулалар, чек-листтер, сондай пайдалы нелер беремін. Менде соңғы посттың астына комментарий ретінде жазып қалдырсаңдар болады, немесе стористен мені белгілеп, бүгін сабақты прям есепті жазып отқан процесстерімді скриншоттап немесе видеоға түсіріп салсаңдар болады. Мен әрине қуанып қаламын. Вот сендер үшін пайдалы ақпараттар, мен айтқан есептер пайдалы болды деп ойлаймын. Сендермен ертеңге дейін кездескенше. Сау болыңдар. Қалған сұрақтарды үй жұмысын мен осы тақырыптар бойынша, кстати, үй жұмысын міндетті түрде мен берген есептерді шығарып, кері байланыспен маған жауаптарын жазып, ортақ чатқа жіберіңдер. Ешқандай есептер дұрыс емес болып қалады деп, ешқандай қысылмаңдар. Себебі ортақ чатқа жіберсеңдер, біз уже барлығымыз жан-жақтан дұрыс еместігін айтып, немесе мен сендерге қай жердің дұрыстау керектігін айтып, біз общий чатта прям қысу талқыға салып, сол есептің барлығын уже сразу на месте шешіп тастаймыз. Түсінікті ғой? Жақсы, ертеңге дейін көріскенше. Сау болыңдар.